Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты қашықтықтан оқыту жүйесіне сіздер де мектепте дайын болмады. Мұғалім үшін жылдар бойы қалыптасып қалған жүйеден шығу оңай болып тұрған жоқ. Оны барлығымыз да түсінеміз. Мұғалімдерге өзінің үйреншікті аймағынан өз қалауымен емес, мәжбүрлі түрде шығуға тура келді. Ал бұл жағдай болса, тиісінше ашу-ыза, қобалжу және жағымсыз сезімдерді тудырады. Мұндай жағдайда жүйке жүйесін сақтап, белсенді болып қалу үшін өз сезіміңізді басқарып, жағдайды қабылдап, оны жағымды деңгейге шығаруға тырысыңыз. Жағдайға мүмкіншілік ретінде қараңыз. Ол үшін ең алдымен сіз кез келген уақытта барлығын және бірден үйреніп ала алмайтыныңызды түсінгеніңіз жөн. Кейбір нәрселер бірден орындала қоймайды. Бастысы, өзіңізді сабырда ұстаңыз. Өзіңізді қинамаңыз. Екіншіден, сіз оқушылардың үйде не істеп, не қойып жатқанын бақылауда ұстап отыра алмайсыз. Бұған сіз жауапты емессіз. Есіңізде болсын, сіз оқушылардың оқу жетістіктеріне кепілдік бере алмайсыз. Түсініңіз, мұғалім оқушылардың бар сұрақтарына жауап беріп, тиісті білімін береді. Алайда, оны іске асыру оқушының өзіне байланысты. Ойлап көріңізші, қазіргі балаларды көбінесе түрлі смартфондар мен гаджеттер қызықтырады. Сондықтан қазіргі ашылып тұрған мүмкіндікті пайдаланып, оқушылардың назарын өз пәніңізге аударып, қызықтыруға тырысыңыз. Есіңізде болсын, шаршаған мұғалім, нашар мұғалім. Сондықтан жұмыс әрекетіңіздегі нақты шекараны белгілеңіз. Әрбір істі өз уақытында орындаңыз. Сабақтарыңыз аяқталған соң міндетті түрде демалып алыңыз. Кейде қалыптасқан жағдайды ауыстырып отырған жөн. Есіңізге сақтаңыз. Сіз төтенше жағдайда жұмыс жасап жатырсыз. Ата-ана жауапкершілігі – бұл ата-ана жауапкершілігі. Оқушылардың жауапкершілігі – бұл оқушылардың жауапкершілігі. Өзіңіздің жауапкершілік аяңызды бағалаңыз. Сіздің қолыңыздан келмейтін, сіз өзгерте алмайтын нәрселер үшін өзіңізді шаршатпаңыз. Бәрібір барлығын бірге үлгеру мүмкін емес. Осыған байланысты мен сіздерге бір тамаша рецепт ұсынғым келіп отыр. Әр күніңізді осы рецептпен құруға дағдыланыңыз. Ол үшін сізге 12 порция ақылдылық, 11 порция шыдамдылық, 10 порция батылдық, 9 порция жұмысқа қабілеттілік, 8 порция оптимизм, 7 порция өз ісіне берілушілік, 6 порция ойлану, 5 порция мейірімділік, 4 порция демалыс пен денсаулық туралы ойлауды, 3 порция юмор, 2 порция такт және 1 порция әр балаңызға, оқушыңызға үміт артыңыз. Осы рецептіні үнемі пайдаланыңыз, ингредиенттерін үнемі қолданыңыз. Қымбатты әріптестер, мұғалім еңбегіне және шығармашылығына деген тәбеттеріңіз ашылсын. Сіздерге денсаулық, төзімділік және сабыр тілеймін. Сау, саламат болыңыздар.